Мадиярдың әдеттегі жұмыс күні осылай басталады. Арбасын сүреп, қираған үйлердегі темір-терсекті теру оның қазіргі кәсібі. Бұл 90-шы жылдардағы қираған Грозный қаласы емес, кезінде ірі өндіріс ошағы болған Жанатас қаласы. Осындай шаһарлардың бойына қан жүгірту үшін өңірлерді дамыту министрлігі құрылып, түрлі бағдарламалар іске қосылса да, қала оңалар емес. Бетонды бөлшектеп жүрген жігіт Мадияр, тепсе темір үзетін азамат жұмыссыздар сапында. Жергілікті әкімшілікпен тату да емес, араз да емес. Құдды бір Марс пен Юпитерде ешқандай байланыс жоқ. Міне азында кетеміз, кешке келеміз, шаршап та келеміз. Бізге де денсаулық керек. Ұрамыз осыны. Ұрғанда қандай ұрамыз? Қиылмаған қолмен қиып аламыз. Мына алатын темір осы. Осы бір нан үшін жүрік. Біздің Жанатастың балалар жігіттері келет, бұзат, 1-2 сағат. Содан кешкі жағын кетет көшеге. Араққа кетет, арақ шет. Жанатас моноқалалар тізіміне енген 27 шаһардың бірі. Кеңес үкіметі құрдымға кеткелі бұнда да өндіріс тұралаған. Аты қала болғанмен заты тозақ. Кезінде тұрмысы тәуір ағайын үдере көшіп, қаңырап қалған ғимарат бүгінде нағыз шайқас алаңына айналған. Әлділер әлсіздерді бүріп, аунатып, тепкілеп жүр. Парасын тұрасың ба? Парасын тұрасың ба? Тұрасың ба? Пара? Ақшаны әкеп тұрсың. Екеуін не жауып басыңдар? Мен тағдым, ойшты қылат бәр. Сонда мені кімге барына қалам? Өмірі құртын. Бауыздайым екеуін. Ол үйлер бұзылмай тұрғанда да қалып күні көрді. Ол пособиясы бар, трудоустройствода жұмыстары бар. Жалпы біздің Казпаспортта болсын, басқа да болсын жай қара жұмысшылар осындай демалыс күндері келіп сүреден біз батқан жерлерден темір анамына тереді. Бұл жерде шіреніп жүргендер сырттан келгендер. Көздегендері металл, кәрісі жасы жабылып, жұрт темір жинайды. Ал басқа аймақтан келген қонақтар сол металлды арзан бағамен сатып алады. Қытай асырып, мол ақшаны қалтаға басады. Оларға айтам мен, бір ауылдың баласымыз, не вот темірге қызғанып. Ал шымкентскілер айтады, мен өзіміз қуатамыз, өзіміз аламыз дейді. Мен соры шырылдам, қалай аласыңдар? Біз сонда не жейміз? Осы тас жейміз ба, семетті жейміз ба? Өкіметке барсаң, өкімет нәқа жібереді, анеқа жібереді. Мадияр өмірге өккелі, ызаға булыққан жігіттің жігерін жоқшылық жастыққан. Тірідей өлтірген анам деп намыстанады. Айтуынша 40-қа келмей анасы бөтелкенің түбіне түсіп, аранын арақпен ашатын болған. Түзеледі деп үміттенді, бірақ үміт ақталмады. Маскүнемдік женіп, балашаға қараусыз қалған. Қазір Мадияр мен бауырлары тұрмысқа шыққан апаларының үйінде. Құдағидың қабағы болса қатулы. Айналайын енді болды. Мен де балашағам әр комнатта жату керек, өзімен өзі. Бір-екі үй бар, сонда да енді кішкентай өздерімен өздері жатқан дұрыс қой. Сонымен бұл іс жаққа баратын жерім жоқ деп жүр енді осы үйде. Келіннің ағасы бұл. Бір жағынан туысқамда болып келеді, өзіме інім деп жүрген. Сонымен жүр енді документтен, совсем документ, метрке сақ бар. Нам выделяются деньги на поддержку малого и среднего предпринимательства, на микрокредитование. Так,
360 миллионов в этом году уже выделено. Из них на субсидирование процентной ставки по кредитам 40 миллионов тенге, на микрокредитование 45 миллионов тенге, также 4,5 миллиона тенге на гранты по новшествам именно в производстве. Сейчас. Биыл Жанатаста 25 үй жермен жексен етілетін болды. Қазынадан 230 миллион теңге бөлініп те қойылды. Бірақ сол ақшаның діттеген жеріне жететініне халықтың күмәні бар. Себебі трактор жетпей, жұрт қараусыз үйлерді өздері ақ күреп жүр. Біздегі құзырлы органдардың құрығы ұзын. Бюджеттің бүйірін тескендерді ұстандар деп бұйрық түссе аямайды. Тіксінген шенділерге құлақ қағыз, ұйқым тыныш болсын десеңіз, жоғарының жақсылығын жұртқа жеткізуді ұмытпаған абзал. Мұхит Сапарбаев, Сержан Жиренбаев, Арман Досанов, Қазақ Ньюс Апта, Жамбыл облысынан.